İşlerin aman ba. Bala şağaların sağ ma. Қалай жағдайларың? Жандарым, бақыттарым, байлықтарым, қалайсыңдар? Сәлематсыз ба? Менің енді очкиім жоқ қой дейсің. Қыздар, қалай жағдайларың? Қалайсыңдар? Сәлематсыздар ма? Қалайсыз? Жақсымын, қыздар, жақсымын. Қалай жағдайларыңыз? Күтіп отырмыз. Қайырлы күн, қыздарым, қайырлы күн. Қалай жағдайларың? Іштерің аман ба? Жағдайларың жақсы ма? Жолыңыз болсын, рахмет, жандарым. Апашым, рахмет. Қайырлы күн, рахмет. Так. Қалайсыңдар, қыздарым? Қыздарым, енді неден бастасам екен дейсің? Күйеуге шығу туралы айтайыншы ма? Қыздар, жас қыздар маған айтады ғой, апа күйеуге шығу туралы бір айтпайсыз, кілеңтек қайдағы жоқ, ене не деп айта бересіз дейді, ене келін деп айта бересіз дейді. Енді ене келіндер де керек қой, будущий бәріңе де керек, бәрің де келін боласыңдар, болмағандарың, бәрің ене боласыңдар, болмағандарың, бәрі де болады ғой. Сондықтан күйеуге шығатын қыздарыма айтарым, өзіңнің сүйгеніңді сүйме, өзіңді сүйгенді сүй. Ол нағыл деген сөз. Сұлу емес, сүйген сұлу дейді. Сұп-сұлу жігітке тимеңдер, қыздар. Сұп-сұлу жігіт деген сөз, ол қыздардың құрты деген сөз. Баяғыда әжем сөйтіп айтатын еді маған. Әже ұқсап айтайыншы мен де сендерге. Енді кейбір әдемі жігіттер болады, ол тек қана серьезно болады, кейде бір жігіттерді. Серьезно. Мен қалай айтам сендерге? Сендер енді қыздар, пока өздеріңнің керек жарақтарыңды, со кездерде өздеріңнің каприздеріңді білдіртіп шығыңдар әбден. Біреудің қыздар, сендер мысалы өздерің ойлауларың керек, өз бақыттарың, өз судьбаларың өздерің қолдарыңда, қыздар, я? Сен біреудің кенже баласына барайын деп жатсың, или болмаса біреудің жалғыз баласына барайын деп жатсың. Сен біліп тұрсың ғой, прекрасно, что со балаға қарайды. Кім жалғыз бала, сен соны біліп тұрсың. Сондықтан қайда баратқандарыңды білулерің керек, қыздар. Артынан опық жеп отырмаңдар. Маған күнде қыздар келіп жатыр, біреудің жалғыз баласынан шығып алады, кеткім келеді, вообще кеткім келеді, мен ата-анасымен тұрғым келмейді дейді. Ондай каприздеріңді сендер өздерің басында айтып алуларың керек. Ондай принциптарыңды жігітке басында айтып алуларың керек. Мен сразу айтып алдым. Өйткені менің мамам, папам кемпір шалмен тұрды, ақшаны олар ұстады. Маған ол ұнаған жоқ. Мен бірден жігітіме айттым. Мен ата-анаммен тұрмайын, сразу айтайын. Если ата-анаңмен тұрғың келсе, онда өзің басқа ата-анамен тұратын адамды іздей бер деп айттым. Өз судьбамды өзім шешіп алдым. Все в твоих руках деген сол. Ол мені сүймегенде, ол мені жақсы көрмесе, жақсы дейді, онда өзіне ыңғайлы, мамасына, папасына адамды алатын еді. Сондықтан мен Алланың алдында аппақпын деп есептеймін өзімді. Ал енді бірақ та қыздар, ал жақсы, мен ал бірінші кезде сразу кетіп қалмайсың ғой енді. Сол кезде мені жаным құлыншағым алтыным, райым жаным құлыншағым, көкешім менің, бақытым менің, байлығым менің деп отырғанда мен Аллаға қараған адам едім, мен кетпейтін едім. Сондықтан көп нәрсе ата-анаға қатты байланысты, қыздар. Сондықтан ертең өздерің ата-ана боласыңдар. Қалайда
жаңағы қалайда соңғы мен ештеңе қарап жатқан жоқпын қыздар, дым ренжімеңдер, сұрақтарыңа жауап бере алмаймын. Мен бір теманы бастаймын, до конца давайте етіп тастайын, ал дым ренжімеңдер. Артынан бірақ қараймын қыздар, не жаздыңдар, не қойдыңдар қараймын. Сосын сол бойынша да жауап беріп отырамын. Маған келуші қыздардың бәрі в основном күйеуге шықпаған қыздар. Кейде қыздар, күйеуге шыққан қыздар келіп отырады. Жаңа мамасы мен папасын алып шыққым келеді, бірақ күйеуім шықпайды дейді. Во всем сама виновата дедім. Әуелде неге айтып алмайсың сондайларды? Так что сама виновата дедім. Біреулер білмеймін, маған сообщение жазып жатыр, сұрақтарды қойып жатыр. Рая апа неге сұрағыма жауап бермей жатсың деп жатқан шығар. Ештеңе етпес, мен керек адам болсам 10 рет звондап айтар дегенде ғой енді. Ал мен қыздар сөзімді до конца айтып тастайын. Содан кейін неге деп сұрағанда мен айттым, біріншіден мен өзім мамам папамды мама папа дей алмадым. Біріншіден, екіншіден мен ақшаны өзім ұстағым келеді. Менің мамам папам ақшаны бабушка дедушкаларға берді. Мне это абсолютно не понравилось. Почему? Потому что мен кигім келді, ішкім келді. Мені киіндіре алмады, ішіндіре алмады. Поэтому мен өзім айттым. Сосын көп бала тумайым деп айттым бірден. Сөйтсем, менің де жолдасым көп баланың бірі екен, 11 баланың бірі. Сосын айтты, жоқ, маған да не нравится деді. Көп бала маған қажет емес деді. Сол 1-2 бала атсел, 3-ші баланы балдарымның қалауы бойынша тудым 10 жылдан кейін. Ал қыздар, енді не айтайын тағы. Сосын жаңағы солай қыздар, енді ата-анада қолына келін ұстағысы келсе, ата-ана келіннің минустарына көзін жұмып қойып қарау керек. Барлық капризына кезде, бірақ ол да келін де бір кезде түсінеді, келін де бір кезде, бірақ та келінді де білімді болуымыз керек, келінді де тәрбиелеп отырамыз. Алламен тәрбиелеп отырамыз. Алланың несімен, Алланың қаһары бар екен, сазайы бар екен, тартатын. Мынау добрый екен деп төбеге шығуға болмайтынын, добрость бар жерде қанша добрый адам болса, сонша злость болады бойында. Сол злостьті шығарып алмайық бір-біріміздің деп, ене де келін де бір-біріне солай айтып отырса, керемет подруга болып өмір сүруге болады. Не жетпейді қыздар, өмір жақсы өмір сүру өз қолымызда. Сосын қыздар, осы бастан каприздарыңды көрсетіп, прочностьқа тексеріп алу керек жігітті. Прочностьқа көнген бала жігіт, ол сені әр уақытта бірге алып жүреді. Ал прочностьтарыңа, айқай-шуыңа көнбеген жігіт, осы бастан сенен пайдаланатын жігіт, сенен соткасына ақша алатын жігіт, сенен нететін жігіт, сенен тартатын жігіт, значит, ол сенің адамың емес қыздар, сразу айтайын мен. Ол уже сені спокойно қазір жігіт кезінде пайдаланса, ертең вообще төбеңе отырып кетеді қыздар. Сондықтан, сосын жігіттер, сендерге де айтарым, мен ұлға да қызға да айтамын. Жігіттерге айтатыным, қыздар, жаны ашыр қыздарды алыңдар, өзіңе жаны ашып тұрған қыздарды алыңдар. Мысалы, қымбат нәрсе алғызатын қыздар, ол сенің адамың емес уже. Қымбат сынап алғызат. Сосын қымбат, дорогой, неге отырайықшы, тамақтың да дорогой, сенің жанқалтаңа қарамайды, қайткенде де тек сенен сору қыз болса, значит, это не твоя. Балдарым, сендерге де айтарым, жігіттерім, сендерге де айтарым. Қанша қыз капризны болса да, қанша қыз не болса да, енді олай каприз емес. Жаңа шықпай қалу капризін көрсету керек. Жаңа шығайын деп тұрады да шықпай қалады әдейі. Ол нағыл деген сөз. Ол жаңағы мына қыз шықпай қалды ғой бүгін. Енді бүгін құрсыншы, қашанға артынан жүре берем, ладно, мен басқа қызға барайыншы деп кетіп қалады. Сондайда солайда капризін білдіртуге болады қыздар. Прочность дейді ғой, прочностьқа. Ал енді мен өзім жігітімді аяйтын едім. Лишний киім алып беруге, алдыртуға ұялатын едім. Әйелі болмай жатып, ұят емес пе, ол да студент бала өзім сияқты, көптің бірі ұят емес пе деп. Сосын ол көпке азға қарамайды, кейбір қыздар әдейі сорат. Маған қалайда мен дорогой неге отырғыз,
дорогой неге отырайық, дорогой ресторанға отырайық, маған анандай дорогой гүл алып бер, мынау алып берген гүлің неге дорогой емес, неге жаңағы не дейтін еді әлгі голландский емес, неге мынау простой гүл деп айтса, значит, это не твоя. Балдарым, сендерге де айту. Барына риза болу керек, ілтипатыңа риза болу керек, бар беріп атқаныңа риза болу керек, қыз бала. Жаны ашып тұратын қыздар болса, это значит сенің қызың. Жаны ашып, жаны ауырып, сен шыққан ақшаңа жаны ауырып тұратын қыз, ол сен ертең болашақта да сені адам қылады деген қыз. Ал енді жаңағы қалайда мен осыдан сорып қалуым керек, қалайда мен қызбын деп бүйтіп көкірегін керіп бүйтіп тұратын қыз, ол уже сенің қызың емес. Мен сразу айтайын да. Ертең ол сол капризін ертең салып жүреді, ертең өскенде де дегендей. Ал енді жігіт қыздарға айтарым, өздерінің каприздеріңді, сосын осы бастан тек мен арақ ішпеу керек, менің жігітім алай болу керек, менің бір жігітім былай болу керек деп жігіттерге бүкіл нелеріңді айтып отырыңдар, өздеріңнің нелеріңді, принциптарыңды айтып отырыңдар. Сол уақыттарда сенің көзің вообще арақ ішпейтін жігіт болу керек, жігіттерің дегеніңмен жүріп деген атаңнан дірілдеп қорқып, үйдің маңына жолай алмай қорқып жүретін жігіт, это уже твой. Уже сені сыйлайды, сенің үйіңнің маңына жолай алмай қорқып дірілдеп жүретін жігіт, ол ибалы жігіт, сені сыйлайтын жігіт, атанаңды сыйлайтын жігіт. Кейбір жігіт үйіне дейін кіріп барады, есігін соғып, терезесін қаққыштап, это уже сенің атанаңды осы бастан басынатын адам, ертең вообще басынады деген сөз. Не жазып атсыңдар, қыздарым? Не жазып жатырсыңдар? Так, мен енді көре алам бекен, көре алмайым бекен дейсін. Мына жерімді қараңдар. Так. Тем более мынау неде дейсін да? Раяпа, қалайсыз жолдасыма, машина, жолдасыма машина алу үшін не істеу керек дейді. Алладан тілейсің, Алладан сұрайсың, визуализировать етесің да. Енді машина айдап жүргендерін, күйеуіңнің машина айдап жүргенін көз алдыңа елестетесің. Өмір елестен тұрады, қыздар. Өмір сказка да, өзің қалай ойлайсың, сол болады. Өмір сказка сияқты. Енді қалай өзің елестетесің көз алдыңа да, өзің қалай елестетесің, дәл сол болады. Ойбай елестетсең, ойбай болады. Жақсылықты елестетсең, жақсылық болады. Күйеуің екеуің машинада жүріп келатқандай болып келатырыңдар, қыздар. Салондарға барыңдар, салонға ішіне отыр, визуализировать ет, салонның ішіне кірде глубоко вдох жаса. Это все мое деп айту керек. Салонның ішіне кірдің, новый салон, машина сататын салонның ішіне кірдің, содан кейін глубокий вдох жасауың керек. Это все мое богатство деп айтуың керек. Сонда жаңағы ананың несін сен уже неңе апарасың. Техникалар керек. Өзіңнің клеткаңды питать етесің. Жаңа машиналардың, новый клен толып тұрған машиналардың несін, исің жаңа неңе питать етесің. Сосын жаңағы ішіне отырып қарайсың, бүйтіп отырып қарайсың, өзім айдасам да мысалы, или осылай күйеуім айдап отырса ғой деп өзіңе сондай не жасайсың, визуализация жасайсың. Это работает, қыздар. Ана секрет дейтін фильмді қараңдар, қыздар. Фильм секрет дейтін Джо Виталияның кітабынан оқыдым мен. Сондықтан сол секрет деген фильмді қарап, мен осы машиналарды, мен сөйтіп отырдым машиналарға. Жизнь это игра, надо играть, қыздар. Өмір жеңіл, өзің қалай ойлайсың, солай болады өмір. Жақсы ойлайсың, мен қалайда. Мысалы, сен машина айдағың келіп тұрса, значит, желание Алладан келіп тұр. Мен айтамын ғой постоянно, мына нені де адамның несінде,
мынай адамға есім, балаға, сәбиге есім бергенде де әкең болсын, шешең болсын, кіндік шешең болсын, көрші көлем болсын, кім қойып жатса да бүйтіп ойланып отырғанда, мейлі әкең болсын, шешең бүйтіп ойланып отырғанда, сонда Алладан келеді. Алла уже бізге қойып тастаған атымызды. Сондықтан Алладан келеді. Бүйтіп ойланып отырғанда, әкеңнің ойына болсын, шешеңнің ойына болсын, кім ат қойса да саған, мына сәбиге осындай ат лайықты деп қойылған екен. Сол атың бойынша философия, это твоя философия дейді. Мысалы, мен өзімді сонында білгеннен кейін, оққаннан кейін, мен рай болып жүруім керек. Мен рай, от слова рая, это значит от слова рай деп ойладым. Мен рай болып шашып жүруім керек, мен райдай жарқырап жүруім керек. Мен никогда бүйтіп, сүміреп, бүйтіп қалмауым керек деп өзімді өзім солай шыңдадым. Өзім әр уақытта да өзімді барымша шыңдаймын. Таңертеңде спортым жасап алдым, жаңа обливанием нем жасап алдым. Енді сендер менен энергия сұрайсыңдар ғой, қайдан тауып беріп жатыр? Кейде кешке сұрайтындар ғой, қыздым, апа, маған жатардың алдында уже бүйтіп құлап отырғанда, маған айтады, апа, неге прямой эфирға шығыңша, менің уже мен күндіз адамдарды қабылдаймын, онлайн мен де алып атам, кешке де онлайн нелерім жүреді, приемдарым жүреді. Сол уақыттарда енді мен өзім өлейін деп бүйтіп ұйықтайын деп отырсам, апа, Орай апа, жаңағы не кішкене эфирға шығыңызшы, бір 10-15 минутқа эфирға шығыңызшы деп атады. Мен өзім бүйтіп құлайын деп атам. А мен сон құлайын деп отырған немді көрсеткім келмейді сендерге де. Сондықтан мен таңертең тұрған бойда сразу не жасап алам, өзіме энергия жинап алам. Сосын ол уже сен спокойно каждый жігітке қыздар бір-бірімен энергияларын жұмсамаңдар, ұрсыспаңдар бір-бірлеріне. Не айтып жатсыңдар, бірдеңелерді айтып жатсыңдар. Қыздар, менің қызым ақылды, менің қыздарым ақылды. Никогда менің қыздарым бір-біріне артық сөз айтпайды, қыздар. Энергиямызды босқа жоймаймыз, қыздар. Бір-біріне жаман сөз айтпаймыз, қыздар. Сондықтан энергиямызды жаңағы ұрысқа, керіске, я біреуді жеңуге айтып жатсақ, онда бір-бірімізді мұқатпаймыз, қыздар. Бір-бірімізді кекетпейміз, қыздар. Бір-бірімізді энергиямызды босқа жоймаңдар. Сол жойған энергияларың, значит, өздеріңе обратно не болып, проблем болып келеді, қыздар. Ешкімге обратно энергия жасамаңдар. Ну, например, біреуге минус айтпаңдар. Біреуді мұқатпаңдар, кекетпеңдер, қыздар. Біреуге жаман сөз айтпаңдар. Сондықтан енді энергияңды босқа жойма, былай қарай жойма, былай тіп-тікеге жой. Тіп-тікең жаңа жақсылық көру, жақсылық айту, бір-бірімізге бере алсақ энергия беріп сөйлейік, бере алмасақ ешқандай жаман минус айтпайық, қыздар. Энергиямызды босқа минусқа, жан-жаққа жоймайық, иә? Сосын жақсылық күтіп жүрейік, күнде өмірден керемет жақсылық күтіп жүрейік, сол уақытта жақсылық келеді, бақыт келеді, байлық келеді, қыздар. Ештеңеден қорықпаңдаршы. Бәріңе келген, маған келген машина сендерге де келеді. Маған келген дүние сендерге де келеді. Бәрімізге де Алла Тағала көз берді, құлақ берді, аяқ берді. Маған берген қызды сендерге де береді, маған берген ұлды сендерге де береді, маған берген келінді сендерге де береді, маған берген күйеу баланы сендерге де береді. Маған берген немерені сендерге де береді, қыздар. Так что бәріміз бірімізден біріміз артық емеспіз. Мен артық болғандықтан беріп жатқан жоқ. Бәрімізге де көз берді, әркімнің нәсібесі бар. Нәсібеміз бар, қыздар. Тек кішкене надо искать, кішкене не керек, аздап не керек, қыздар. Терпение керек, не дейтін еді, сабырлық керек, жаңағы күту керек, уақыт керек. Сондықтан күтіңдер, қыздар. Мен дымда оқи алмаймын, очким жоқ, өте уақ. Сондықтан мен енді сағаланып, очки болмағасын, мен ештеңе қарағымда келіп жатқан жоқ, ештеңе вопростарымды көріп жатқан жоқпын, қыздар. Енді ренжімеңдерші, жандарым. Үйге барғасын қарайым.
үйге барғасын қараймын, сосын тағы да эфирға шыққанда мен сол вопрос бойынша айтам, жандарым. Енді әйтеуір жақсы болыңдаршы қыздар, жандарым, тек жақсы болыңдаршы. Біреуді жеңем деп өмір сүрмеңдер, жеңіле салып өмір сүріңдерші, жандарым. Біреу айта берсін, мысалы біреу сені мұқатып жатыр ма, айта берсін. Прими, как есть. Ол кісілерді аяп кет. Мұқатып жатқан адам, значит, ол недуховный адам. Ол кісінің басына да неше түрлі проблема келеді. Сондықтан бір-бірімізді кекетпейік, бір-бірімізді мұқатпайық, қыздар. Бір-бірімізге минус айтпайық, барымызша плюс айтып, барымызша көтерсек, Алла да бізді көтереді. Өзіміз не егеміз, соны ұрамыз, қыздар. Ал біреу мені кекетті ғой, мен оған значит бере алмай қалдым демеңдер. Наоборот, бермей қалсаңдар, бермей сабырдың түбінде сары алтын жатыр, қыздарым. Ал сабырсыздықтың түбінде өкініш жатыр, қыздар. Өкінесіңдер, опық жейсіңдер, айтып қаласыңдар ауыз өзімдікі деп. Эголарын көтеріп бірдеңелерді айтып келіп қаласыңдар, сол уақытта опық жеп атасыңдар, қыздарым. Жандарым, бақыттарым, байлықтарым, я вас люблю, жандарым. Я вас люблю. Барлық бақыт келсін, жаным, бақыт, байлық келсін. Бәрімізге жетеді. Алланың бақыты, байлығы бәрімізге жетеді, жандарым. Тек жақсылық күтіп жүріңдер. Шаршамаңдар. Ешқандай шаршамаңдар. Алладан көп кітап оқыңдаршы, қыздар. Сол уақыттарда кітаптан сендер бүгін мен бір не салдым ғой, кітаптан келеді. Кітап дейтін сендерге и дәрі, и ауа, и байлық, и бақыт, бәрі сол кітаптан келеді, қыздар. Кітап мені өсірген, қыздар. Маған осылай айтатын ешкім болған жоқ. Мен сол айтқан жиынтығымды сендерге қазақпайске әдебиді тілде жоқ мен. Қазақпайске қарапайым әңгіме тілімен айтып жеткізіп сендерім жетеді. Менің де жетпестігім жетеді, менің де білімсіздігім жетеді. Но енді бар білгенімді айтып жатырмын, қыздар. Мені де қатты сынамаңдар, мен де ойбай мынаусын естемеңдер, менің де минусым бар, менің де жетпестігім жетеді. Бірақ енді барымызша, сол бар білімімізбен әлі оқып жатырмын. Әлі көп білмейміз, қыздар. Өлгенше білмейміз ғой енді. Өлгенше өмірден оқып біліп кетуіміз керек. Сондықтан қыздар, мені күтіп отқан қыздарым, таң атқалы мені күтіп отқан қыздарым үшін шығып жатырмын, жандарым. Сендердің махаббаттарыңа рахмет. Шыдай алмадым, тіпті зар өлеңге атырында тұрып қалып, мына дүкенге келіп жатыр едім. Тұрып қалып кішкене бір 10-15 минут болса да, қыздарыма құрттай көңіл бөлейінші, әлдағандай болмайыншы, Райапа өзінше болып, әлдағандай айтқан сайын шықпай жатыр дегізбейінші, барымша. Ал енді біреу реклама десе, мейлі, тіпті жақсы маған. Енді мен ол үшін ерегеспеймін, қыздарым. Мейлі реклама дейсіңдер ме, мейлі қалай десеңдер де қабылдай беріңдер. Мен соның бәріне көнуге тиістімін. Өйткені мен я должна принимать, қандай жағдай болса да менде өзімді әлдағандай қылмай принимать етіп үйренуім керек менде. Мейлі мені негативный деңдер, мейлі мені позитивный деңдер, мейлі мені реклама деңдер, мейлі мені өзінше болып деңдер, мейлі мені өзінше болып білгіштер деңдер. Әйтеуір қалай десеңдер де примите как есть дейсің. Жандарым, я вас люблю, все равно я вас люблю, жаным. Ал сіздердің бәріне бақыт тілеймін, байлық тілеймін, денсаулық, махаббат, қуаныш тілеймін, жандарым. Енді құрттай тек кіріп атқаным, қазір әбетім болып қалады. Күйеуімнен таяқ жеп қалмауым керек, бірақ рахат, маған келінім бар дейсің. Келінім жамап жасқап отырады, бар жаңағы папасының алдынан шығып барлығын жасап отырады, жаным, келінім. Алла тағала оларға да бақ берсін, бақыт берсін, денсаулық, махаббат, қуаныш берсін келініме де, жаным. Ұлыма да, келініме де, жан жақтағы келіндеріме де, балдарым аман болғай, иншалла. Құдағайларым аман болғай, барлығы тек иншалла бәрі жақсы болғай, көрші-көлем аман болғай, сендер аман болғайсыңдар. Мына мен естіп отқан, мені оқып отқан қыздарым, жандарым, бақыттарым, байлықтарым, мені естіп отқан балдарым, жаңағы жігіттер де бар екен, жаңағы кім болсақ та бәріміз Алланың, біріншіден Алланың адамымыз, екіншіден ата-анамыздың сүйіктісіміз. Мейлі мен сендерге сүйікті болмасам, ата-анамның сүйікті болуым мүмкін, бауырларымның сүйіктісі болуым мүмкін, күйеуімнің сүйіктісімін, балдарымның сүйікті анасымын, бауырларымның сүйікті апасымын десін. Ал қайын жұртымның сүйікті жеңгесі болуым мүмкін, сүйікті келіні болуым мүмкін. Білмеймін ғой енді, іштерінде ғой енді десін. Бірақ та енді біреу жарқыратып айтып атады, біреу жарқыратып айтпай атады, бірақ айтсын айтпасын енді барымызша принимать етейік. Біз қандаймыз, сондай принимать етейік.
біз бәріне бірдей жақсы болу міндеттіміз емес, бәріне бір жағынуымыз міндетті емеспіз. Біз минусымызбен қабылдай алса, каждый адам қабылдауымыз керек. Тек өзіміз үшін жауап берейік. Өзіміз бәрін жақсы көрейік. Бәрі Алланың сүйіктісі деп, Алланың құлы, Алланың сүйіктісі деп есептейік. Бәрімізді Алла жақсы көреді, бәрімізді Алла бізді махаббатымен жаратты. Сондықтан ауырып жатқан адамдар, жандарым, бәрің Алла шипа беріп, ауырмаңыздар, бәріңіз тәуір болып кетсін. Ата-анамыз бар, ешқандай ауру болмасын. Мы в полной безопасности. Аллах нас любит и заботится о нас. Так что біз Алланың қарауындамыз, Алланың біз қамқорындамыз. Қасымызда періштелерімізге рахмет, бақытын әкеп беріп жатқан бақыт періштемізге рахмет, байлығын беріп жатқан байлық періштемізге рахмет, денсаулық беріп жатқан денсаулық періштелерімізге рахмет, бізді қолдап қорғап жүрген барлық періштемізге рахмет. Жандарым, бақыттарым, байлықтарым, аман жүріңіздер. Бәріңе жақсылық тілеймін. Бүгінгі күніміз сәтті болып келсін. Ертеңде келетін күнімізде иншалла сәтті болып келсін. Алла тағала басымызға қайғы бермесін. Алла тағала ауру сырқаудан сақтасын, пәле жәледен сақтасын, қауіп қатерден сақтасын, ұрғарыдан сақтасын. Орталарымызға, ерлі-зайыптар бір-біріміздің ортамызға малғұн түспесін. Жолдасымызбен біздің ортамызға малғұн түспесін. Көрші-көлем орталарымызға малғұн түспесін. Қайын жұртымыздың орталарымызға малғұн түспесін. Ені мен келіннің орталарына малғұн түспесін. Бала мен келіндеріміздің орталарымызға малғұн түспесін. Қыз күйеуіміздің ортасына малғұн түспесін. Барлық адамдар бақытты өмір сүрсін иншалла. Ал барлық жақсылық болсын жандары, махаббаттарынан айналдым. Келесі кездескенше аман сау жүрейік жандарым. Қуанышты хабар болсын бәрімізде де, бір-бірімізде қуанып, о деп қуанып қарсылап атайық жандарым. Алланың бізге рахаты, бақыты, байлығы бәрімізге жетеді. Океанның суы қалай таусылмаса, Алланың байлығы да, жақсылығы да солай таусылмайды. Бәрімізге жетеді қыздар. Қызғанбайық. Бәрімізге байлық та жетеді, бақыт та жетеді, бәрі жетеді қыздар. Тек көңіліміз таза болсын, көңіліміз, пейіліміз тарылмасын иншалла. Пейіліміз тарылмаса, пейіліміз қанша кең болса, біздің байлығымыз, бақытымыз сонша тарылмай келеді бәрі. Үйіліп өзінен өзі как чудеса келеді қыздар. Я верю в чудеса, мне всегда везет, нам всегда везет, мы верим в чудеса. Алланың чудеса бәрімізге жетеді жандарым. Давайте, пока, жаным, пока. Бәріңді жақсы көремін жандарым, бақыттарым, байлықтарым, аман сау жүріңіздер. Мен дүкеніме келдім, әветім болып жатыр. Бәріңді жақсы көрем жандарым.